Ассалаумағалейкум. Қазақта қуат деген сөз бар. Қуат дегеніміз бала кезіңде аяқта бола деген, жас кезіңде беліңде бола деген, қартайғанда тіліңде бола деген. Бірақ енді жас кезіңде белде болатыны, бала кезіңде аяқта болатыны ол бәрінде болады. Бірақ қартайған кезде тілің қуатты болу үшін сен көп еңбек қылуың керек, көп оқуың керек, көп ізденуің керек. Жаңағы аузы қуатты қариялардың қасында жүруің керек көп, немесе көп ізденіп оқу керек, кітап оқу керек деген сияқты ғой. Енді қазіргі таңда ешкім кітап оқығысы келмейді, ізденгісі келмейді. Қазір аузы дуалы қариялардың саны өте аз, жоқ деп айтуға да болады, бар енді, бірақ өте аз. Сондықтан қартайғанда аузыңыз қуатты болсын десеңіз, аузы қуатты қария, аузы қуатты жаңағындай ақжаулықты ана болғыңыз келсе, бүгіннен бастап менің каналымды канал ашып отырмын. Каналымнан бақылап қарап отырсаңыздар болады. Жақсы дана ойларды, жақсы дана сөздерді, әдемі қиссаларды, яғни сізбен біз болып бірігіп бастап жаңағындай аузы қуатты қариямен болуға әрекет жасаймыз бүгіннен бастап. Мен сіздерге соны бағыт бағдармен видеоменен күніге жеткізіп отыратын боламын. Әр видеода аузы қуатты шал болуға, аузы қуатты кемпір болуға жақсы әдемі әңгімелерді салатын боламын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.